Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін сіздерге өте дәмді үй жағдайында жасалынатын жұмсақ булочкидің жасалу рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны салдым, 4 ас қасық қант салдым, тәттірек болады, және де 1 шай қасық тола тұз салдым. Жақсылап барлығын бір араластырып аламыз, яғни кішкене қанты, тұзы еруі қажет. Содан соң үстіне 30 граммдай сары майымызды қолдандым, 82,5% сары май. Кез келген сары майды қолдана беруге болады. Бөлме температурасында еріп тұрған сары май да жарайды. Үстіне жылы сүтімізді құямыз. Бұл жерде мен жарты литрдей сүт құйдым. Барлығының мөлшерін описание бөлімінен қалдырамын. Және де 5 грамм дрожж қостым, яғни ашытқы. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де осы кезде ұнды алдын ала електен өткізіп аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды осыны сұйықтықтың үстіне қосып, қолдың көмегімен қамырымызды илейміз. Қамыр жұмсақ болып қалмасын. Сұйықтау қамыр болса, ол булочка формасын ұстай алмай қалады. Және де өте қатты да болып кетпесін, көтерілмей қалады. Сондықтан орташа жаңағыдай жұмсақтықта илейсіздер. Үстіне сұйық май құйып, осы сұйық май сіңгенше осылай жұмсақ етіп қамырыңызды илеп алып, бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа орап қойып қоямыз. Міне, менде 2 сағаттай тұрды. Өте керемет болып көтеріледі. Қазір сіздерге көрсетемін. Міне, дәл осылай топ-томпақ болып, әдем болып көтерілді. Енді қамырымызды бір шетке жинап, үстелімізге барлығын орналастырамыз. Немесе шетінен алып, дөңгелектеп форма жасасаңыздар да болады. Дәл осы формадан 2 түрлі булочки да жасауға болады. Мен қазір сіздерге осындай бір дөңгелегін көрсететін боламын. Көз мөлшермен бөліп алдым. Видеодағыдай ортаңғы жағына қамырды жинап, үстелдің үстіне осындай кішкене дөңгелетіп аласыздар қолдың көмегімен. Сосын формасын ұстайтын осындай дөңгелек әдемі болып шығады. Дәл осы рецептпен үй жағдайында жасап, балаларыңызға, отбасыңызға ұсынып, жасап көріңіздер. Барлығын осылай противеньге орналастырып аламыз. Астына пергамент қағазын қойдым. Және де бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Енді жоғарғы жаққа себетін посыпка дейді ғой, сеппесін дайындаймыз. Сары май, құмшекер және де ұн керек болады. Сары майды мен бұл жерде 50 граммдай қолдандым. 50 грамм сары май сіздерге жетеді. Және де осындай керемет жаңағыдай ұнтақ шығаруымыз қажет. 20 минут өткеннен кейін біздің жаңа булочкеміз кішкене формасы көтеріледі. Үстіне жұмыртқаның сары уызына аздаған сүт қосып, осылай барлық бөлігіне жағып шығасыздар. Және де үстіне жаңағы сеппемізді осылай әдемілеп көбірек етіп сепсеңіздер болады. Сеппесінің дәмі өте керемет дәмді болып шығады. Жаңағы хрустящий, песочный болып тұрады. Қызып тұрған пешімізге салып, 180 градуста 25-30 минуттай толықтай қызарғанша осылай әдемі қылып пісіріп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, осы видеоның астында поделиться деген бөлім тұр, соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға, WhatsApp чаттарға жіберіп қойыңызды сұраймын. Егер де каналға тіркелмесеңіз, дәл қазір тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сонымен қатар каналымда басқа да түрлі мерекелік салаттардың, ыстық тағамдардың рецептері бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Ас болсын.